Алла қаласа жолымыз болып жатса әрине UFC-ге баруға тырысамын. Қазақстандық байстердің UFC-дегі жекпе-жектеріндегі ең даулысы сол болған шығар. Өте қызық бой болды негізі. Тайгермен негізі бәрі күтпеген бой болды. Өзім де күтпедім негізі ондай бойдан кейін ондай дау болады деп ше. UFC-ден басқа лигалар қызық па өзіне? Күтудеміз негізі. Жақсы ұсыныстар болса әрине шығуға дайынбыз. Сен қасына Ислам ба, Хабиб ба біреу келді ғой да? Поддержка беріп, Хабибтар өзі келіп айтады негізі. Былай да берсе де болады негізі. Екеуінде отырып тұрған адамсыңдар деп. Бірақ судьялар Тайгерге берді. Сол кішкене қобалжытты негізі. Жалғас Жұмағұловтың тағдырына ұқсап қалды деп айтуға келе ма? Достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біздің Step Talents арнамыздың 5-ші выпускі. Қонағымыз Азат Мақсұм. UFC-де жарқын өнер көрсеткен, барлықтарыңыз білетін де боларсыздар. Азеке, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз студиямызға. Ассалам, қош көрдік. Қалыңыз қалай? Қазір жалпы состоянияңыз қалай? Настроенияңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Керемет. Рахмет шақырғандарыңа подкастқа. Енді Азеке, UFC-де жарқын 4 жекпе-жек өткіздіңіз. Барлық 4 жекпе-жекті біз бәріміз енді тамашалап көрдік. Бірақ 4 жекпе-жекпен контракт бітіп, қазіргі жағдай қандай? Ары қарай UFC-ге оралу ойда бар ма, немесе ойда бар ма дегенде ұсыныстар түсіп жатыр ма, басқа лигалардан ұсыныстар түсіп жатыр ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда жұмыс істеймін, тренировка жасаймын. Былай айтқанда формадан шығып кетпеуге тырысамын. Енді әрине енді UFC-ге қайта оралу бар негізі, арман ғой енді. Енді UFC енді бір шығарған байыз екінші рет қиында алу тоже бір жағынан же. Енді Алла қаласа жолымыз болып жатса әрине UFC-ге баруға тырысамын тағы да. Сол қазір былай айтқан кезде тренировка жасаймыз, былай күнде тренировкадамыз, форма ұстауға тырысамыз. UFC-ден басқа лигалар қызық па өзіне? Мысалға айтайын, қазір Джейк Полдың өзінің ашқан лигасы бар. Бұл да жақсы оборот жинап жатыр Америкада. Бұдан бөлек PFL, жаңағыдай екінші орындағы лига, ACA Россияда. ACA-ді енді біздің жұртта UFC-ден кем емес деңгейі деп те айтады. Әрине, қазір күтудеміз негізі. Жақсы ұсыныстар болса әрине шығуға дайынбыз. Сол айтып кеткендей жаңағы PFL-ға, Ryzen-ға, болмаса Brave организациясына қайта оралуға негізі нем бар негізі, желаниям бар. Енді ACA деп жатсың ғой, онда ACA-ге ондай аса қатты қызығушылық жоқ данный момент. Ол үшін кішкене жақсылап фарма жағы дейді ғой, фарма жаққа отыру керек сияқты негізі ACA-ге бару үшін. Енді сол айтарым енді. Әрине қазір жақсы организация, жақсы контракт болса. Барлығын қарастырасың, бірақ бірінші мақсат бұл UFC-ге қайта оралу. Бірінші мақсат UFC-ге оралу қайтан. UFC-де өзіңнің тағдырың Жалғас Жұмағұловтың тағдырына ұқсап қалды деп айтуға келе ма? Бұл айтқан кезде келетін шығар деп отырмын негізі. Сол бойдың көбісі жаңағындай близкий бой болды да менде. Конкурентный бой болды, близкий бой болды. Былай да беруге болатын еді негізі деп өзім ойлаймын. Мысалы бірінші бой Чарльз Джонсонмен өткізген кезде, енді біз ол бойды тікелей эфирде көргендіктен әлі күнге есімде, енді бірінші раунд алдың менің ойымша. Екінші раунд алдың, бірақ үшінші раундта жаңағыдай енді теңдей өткен сияқты. Соңғы не ғой? Соңғы решение ғой, соңғы. Последний. Ол действие сода болды да. Күресіп, бір-екі үстімен добивать еткендей болды да. Сон есебімен бұрып жіберді. Бірақ бұл енді ладно. Енді теңдей жекпе-жек болды ғой. Раздельное решение деген бір судья саған, екі судья қарсыласқа берген кезде, бұл тоже прям нақты жеңіліс емес қой былай қарағанда. Келесі Тайгер болды. Тайгер Уламбековпен жекпе-жек. Енді біздің қазақстандық байстердің UFC-дегі жекпе-жектеріндегі ең даулысы сол болған шығар. Себебі Әзербайжанда өтті. Қызық болды. Өте көп қазақстандық көрермендер болды. Өте көп жаңағыдай енді біздің СНГ көрермендері қарады. Сол кезде өте көп деген эксперттер де, байыстер де өзің жеңдің деп айтты.
қаншама комментарийлер кетті, қаншама жаңағыдай сөздер жазылды. Сенің өзіңнің жеке ойың сол жекпе жекке қатысты не жетпей қалды жеңіске жету үшін, және де өзің жеңіске жеттім деп ойлайсың ба сол кезде? Өте қызық бой болды негізі Тайгермен, негізі бәрі күтпеген бой болды. Өзім де күтпедім негізі ондай бойдан кейін ондай дау болады деп ше. Білмеймін, отылсам да андай бір какой-то бір отқан сияқты сондай ощущение болды да. Именно өзім жаңағы не жағымнан, болельщик жағымнан сондай жақсы нелер келді. Енді басында келіскен кезде мен сол Тайгермен сразу дедім, келсем дедім. Ол кезде мен тоже Америкада сборда болдым, и одан кейін бекзаттың бойына бардым Канадада. Сол кезде кішкене простой болып қалды, менде 10 күндей ма. Потом келесі салып сразу бой берді Әзербайжан Бакуге. Ол кезде кім Кёджи берген, Кёджи травмадан. Кёджи Харигучи. Я, сол снялся, и соның орнына мен кіріп кеттім. Енді Әзербайжан Баку енді былай не ғой, нейтральный жер ғой енді. Енді өзімізде енді басқа жақтан да көп жанкүйерлер болды, қолдау болды. Енді мен ол бойды айтқан кезде былай ұттым деп ойлаймын өзімше. Октагонда бір сондай сезім болды негізі. Бірақ білмеймін, енді максимум хотя ничья болса деген ойда болғам. Енді білмеймін, енді бой біткеннен кейін жаңағы решениенің алдында исламдар, Хабибтар өзі келіп айтады негізі, былай да берсе де болады негізі, екеуінде отып тұрған адамсыңдар деп. Бірақ судьялар жаңағы Тайгерге берді, сол кішкене қобалжытты негізі. Октагонның ішінде сен қасына Ислам ба, Хабиб ба біреу келді ғой да? Бауырым, жаңа мұнайма, сен бұл жекпе-жекте жеңілген жоқсың. Поддержка беріп, Сонда қандай сөздер айтты? Енді мұнайма осындай бұйыртса залға келіңдер, сендер үшін зал постоянно ашық деді. Сондай жақсы лебіздерін білдірді. Енді Хабиб та айтты, осындай құшақтап, саған да берсе де болады, маған да берсе де болады деген сияқты. Соны тұрдым, сол кезде кімнің қолын көтерді, Тайгердің қолын көтерді. Енді қайыр, енді өткен нәрсе өткен, енді бұйыртса. Жылылық, сондай бір жақсы сезім болды ма Хабиб келіп сондай сөздер, қолдау сөздерін айтқан кезде? Әрине. Енді не дегенмен әлем бойынша қазір Хабибтің аты легендалардың қатарында тұр ғой. Хабибтің өз аты, Хабибтің командасы деген сияқты. Жаңағыда өзіне де айтты, залымызға шақырамыз, есіктеріміз ашық. Содан кейін Дәнеш ағайдың бір сұхбаттарының бірінде естігем, сол жекпе-жектен кейін өзімізге шақырып, видеомен хабарласып, видеозвонокпен айтты. Біздің залға келіңіздер, бізде тренировка жасаңдар, жаңағыдай жақсы қарым-қатынаста болайық деген сияқты. Содан кейін залға бардыңыздар ма, Дагестанға? Жоқ, одан кейін бармадық. Залға қол былай айтқан кезде былай сәті түспеді негізі. Бірақ әрқашанда зал ашық деп ойлаймын негізі. Былай ойда бар ма? Ойда бар негізі. Кейін болашақта көреміз, көре жатамыз уақыт келе. Ал содан кейін Тайгер болсын, Хабиб болсын, солардың командаларымен бір жаңағыдай общение болды ма? Общение дегенде жаңағыдай хабарласып, қал сұрасып деген сияқты бір контакт ол жекпе-жектен кейін. Енді жоқ, ондай көп болған жоқ деп ойлаймын. Негіз болмаса да біз одан кейін жаңағы неде Абу-Дабиге бардық, жаңағы UI Warriors, сол кездерде көрдік исламдарды. Ол кезде жақсы қарсы алып, былай сондай жақсы амандасып, сондай лебізде болдық. Бірақ соның командалар көбінесе сол жақта выступать етеді ғой негізі UI Warriors'та. UI Warriors'тың бір Хабиб лигасы деп те айтады ғой қазір. Кілең солардың бәйістері шығады ғой. Ал жаңағыдай жекпе-жек аяқталды. Енді тек қана біздің қазақтар ғана емес, жаңағы өзбектер, әзербайжандар, қырғызстандық фанаттар, Азат отты, Азат қазақ авиалиниялары, жаңағыдай. Енді бұл жекпе-жекте бір тейкдаун жіберген жоқсың, соған қоса өзің 3 тейкдаун жасадың, иә? 3 немесе 4 па тейкдаун жасадың. Жаңағыдай әдемі амплитудный бросоктар болды. Содан кейін енді қаншама адамдар жазды ғой, кәдімгідей қолдау жасап. Өмірін сол жекпе-жекке дейін, жекпе-жектен кейін қалай өзгерді? Және де сол қолдау адамдардың сол барлық жазбалары, неше түрлі
блогерлар кәдімгідей видеоға түсіріп сондай контенттер шығарды, соның барлығы саған қалай әсер етті? Иә, жекпе жекте кіммен, тайгермен болған кезде күреске берген жоқпын. Айтқан кезде оған өзім күрестім, өзім тейкдаун жасадым. И жаңағы стойкада да болған кезде ол маған удар жасаған кезде мен оған да қарымта удар жасап отырдым да. Бірақ былай айтқан кезде тоже былай там айтады ғой, былай тоже близкий деп ше. Сондай болды деп ойлаймын негізі. Бірақ бойдан кейін көп жаңағыдай не болды, бум деген сияқты андай ощущение болды, жаңағыдай жаңалықтар жан жақтан кетіп қалды, көп қолдаулар болды, инстаграмнан болсын, тиктоктан болсын, әлеуметтік желіде көп сондай қолдаулар болды. Білмеймін, бір мен үшін бір андай жеңіс сияқты болды бұл ше. Қазақстанға келгенде жеңгендей келдің ба? Иә, бір ұтылмаған сезім сияқты болдым как будто. Сондай ощущение болды. Енді сол Тайгермен болған жекпе-жек болсын, осы үш жекпе-жек, енді ұтылған үш жекпе-жектің өте андай равный болды ғой, Мич Рапосомен, Тайгермен, Чарльз Джонсонмен. Сол кезде былай работа над ошибками жасадыңдар ма? Мысалы, не жетпей қалды деп ойлайсың? Бәлкім дұрыс тактика жетпеген шығар, немесе жаңағыдай физподготовка, сол оқас немесе жаңағыдай ақау қай жерден кетті деп ойлайсың? Негізі сол физподготовка кішкене шаршап қалдым негізі, салмақ көп болдым ғой, былай айтқан кезде. Именно қай жекпе-жекте? Былай айтқан кезде негізі соңғы Мич Рапосомен. Ол кезде салмағым өсіп кетті да, сәл кішкене 73 сондайдан қудым ғой. 73 болса 16 килограмм. 15 килограмм. Сол ауыр болды салмақ бола кейін ше сол. Одан кейін айттым осы. Келесі весовойды ауыстырамын деп 61-ге. Негізі мен сол Тайгерден кейін ауыстырам ба деп жүргем негізі. 61-ге? Иә, 61-ге кетсем ба деп жүргем. Соң тағы қуалап көрейін деп ойладым. Командамен келістік та, ойланып ақылдасып. Енді алдағы жекпе-жектерге 61 келі салмақта өнер көрсету ниетте. Иә, 61-ге шамалы аласа. Физика жинап кішкене 61-ге. Жақсы физика жинап берсе. Ал тактика жағыдан, тактика енді Даниш ағай өзі қоятын болар да жекпе-жектерге. Иә, тактика команда ғой, сол командада да. Жалпы жаңағыдай тактикадан бәрінен ешқандай проблем жоқ қой негізі. Иә, бұйыртса әлі де етеміз, тактиканы улучшать етеміз әлі де. Жақсы жағынан крейс, грэплинг, стойка, ударка бәрі жағын жақсартамыз деген ойдамыз. Бұйыртса физиканы көтеріп. Қазір енді уже біраз болды ғой жекпе-жекке шығып қалғанына. Салмақ қандай? Ұстап жүрсің ба? Иә, сол бұрынғыдай қазір 70-72 рабочий салмақ. Сол кездерде де осы салмақпен қатыстап жүрген жоқпын негізі. Ал жақында ғой Мангу лигасында грэплингтен UFC-дің байятсы Рамазан Темиров 2-0 UFC-дағы рекорды. Грэплингтен схватка өткіздің. 8 минуттық схватка болды, 10 минут. 10 минуттық схватка болды. Енді сол схватканың картинкасы бойынша сен таза қандай болдың, егер балдар берілетін болса. Бірақ жекпе-жек аяқталып ничья берді. Енді біз бірден түсіндік, бәлкім only submission, жаңағыдай тек ауырту тәсілін жасау керек болған шығар. Бірақ дегенмен өте көп комментарийлар тек қазақтар ғана емес, өзбектердің өзі жазып жүрді ғой. Ой, енді бұл жерде азат ұтты, қаншама бросоктар болды, неге жеңісті бере салмадыңдар деген сияқты. Негізі жекпе-жектің алдында сол ереже айтылды ма? Сәл түсінбеушілік болды деп ойлаймын сондай. Негізі айтылған ондай, only submission деп. Only submission. Иә, ережесімен күрес болады, 10 минут болевой қайдын деп. Бірақ білмеймін, елдер көп дұрыс түсінбеді ойдым сол жағынан ше. Иә. Сол Манго лигасы алғаш рет болды ғой сол кезде. Алғашқы турнирде біз күрестік Рамазан Темировпен. Ол кезде мен бір 10 күн қалған кезде айтқан маған күресесің ба деп. Ол кезде қатты формада жүрмегем негізі. Келісе салдым, бірақ салмақты реттедік та 68-ге екеуміз келістік. Енді білемін ғой мен өзім күрес жағынан мықтырақ екенімді, күрес жағынан жақсы екенін білдім. Бірақ қатты формада болмасам да келістім. Рамазан Темировпен UFC байятсы. Өте жақсы күрес болды деп ойлаймын негізі. Бірақ ауырту тәсілі сол кішкене уақыт жетпеді деп ойлаймын негізі маған ше.
так кішкене уақыт болғанда негізі жасауға болатын еді негізі. Бірнеше моменттер болды негізі, артынан алып rear naked choke дейді ғой, удушениеға алған моменттерін. Иә. Сол кезде физика жетпей қалды ма негізі тартып тастауға? Физика жетпей қалды, жаңағы уақыт та жетпей қалды. Уақыт жетпей қалды, иә. Атмосфера қалай болды аренада? Хомо арена толық болған сияқты. Иә, полный болды. Енді атмосферасын енді айта алмаймын. UFC-ден кем емес негізі. UFC-ден кем емес. Иә. Бәрі зал полный болды. Енді мировой арена сияқты болды ғой. Иә. Енді күтіп алғандары бәрі бірінші турнирға. Иә, бірінші турнирға жақсы болды. Әдемі қарап отырдық прямой эфир. Сол сағатканы тоже прямой эфирде қарап отырғанбыз. Кәдімгідей UFC сияқты болды ғой шынымен. Енді Рамазан Темировтың өзі қазір дисквалификация уақытын мерзімін өтеп жүр ғой. Егер де сондай бір ұсыныс түссе ше, Мангу лигасында Рамазан Темировпен жекпе-жек өткізу ММА бойынша. Келісер ме едің? Сондай жекпе-жек негізі өзіне қызық па деген сияқты. Иә, әрине қызық. Бұл жаңағыдан да қызық болады деген ойдам, күрестен қызық болады деп ойдам. Бірақ қазір данный момент ондай бермейді шығар деймін. Бірақ берсе салмақ келістіріп, жаңағы өзіміздің гонорар келістіріп, примерно. Негізі әрине ойда бар. Ал қазақстандық лигаларда, мысалы, өзің октагоннан шықтың, басынан бастап октагонның чемпионы болдың. Октагонда, мысалы, жекпе-жек өткізу рассматривается или вообще қарастырылады ма, әлде мүлдем қарастырылмайды ма? Қарастырылады негізі. Нұрадина айтсам қарастырады ғой негізі. Бірақ сол қазіргі момент сол шетелге өзім көздеп отырмын да, настроим бәрі сол. Негізі енді осы шетел ғой, не дегенмен. Жақсы бір победный сериямен жақсы лигаларда бұйыртса сол секіріп кетуге возможность болады да, ары қарай UFC-ге. Осы жақында өзіне ұсыныс түскен білем. Мұхаммед Мұқаевпен Намат лигасында жекпе-жек өткізу. Өзің қабылдап бедің сол жекпе-жекті бірден? Иә, келістім мен сразу бірден. Все жақсы, ағай деген. Салмақ келістіріп, гонорарды бірмен өзімдікін айттым. Бірақ ол жекпе-жек каким-то образом болмай қалды. Себебі Макаевпен гонорар бойынша келісе алмады. Келісе алмай қалды деп ойлаймын. Негізі жақсы вариант еді негізі сол ше, Макаевпен. Өзіміздің елде, Алматыда болса, жанкүйерлерге қызық деп ойлаймын сол Макаевпен. Енді өйткені бұрын бізде брейфта болған кезде тоже маған вызов тастаған. Сондай андай кішкене болсын андай не болған біздің арамызда. Перепалка дейді ғой. Екеуің де сол кезде непобежденный болып келе жатқан едіңдер. Ол кезде кездесе алмадық. Сосын UFC-де тағы кездесе алмадық. Енді осы Алматы лигасында кездесеміз деп ойлағанбыз. Бірақ әлі саты түспей жатыр. Не дегенмен екеуіңнің де мақсаттарың бірдей болып тұр. UFC-ге қайта оралу. Соған сай Макаевта да қазір лига таңдамай жан жақта шығып жатыр ғой. Карате комбатта да шығып жатыр. Карате комбатта да ұсыныс түскен сияқты ғой. Или түспеді ма бірге жекпе-жек өткізу? Ұсыныс түсті. Түспеді? Карате комбатта. Сондай бір жақсы ұсыныс болса Макаевпен кез келген лигада жекпе-жекке шығуға дайынсың ба? Макаевпен ба? Иә. Дайын. Балай өзіңе қызық па? Қызық. Жекпе-жекке шығып, бұл жекпе-жекте не ұтам деп ойлайсың өзіне? Мен жаңағында айта кеткендей, былай айтқан кезде есік ашылады барлық жерге. Оның аудиториясына қызық болам. Өзімнің де аудиторияма өсе береді жағынан. Енді қызық болады деп ойлаймын, бүкіл СНГ-ға қызық болады деп ойлаймын негізі бұл жекпе-жек ше. Бұл жерде тек қана қатысу емес, мақсат ұту оны. Өзің оны жаңағыдай қалай ұта аламын деген сияқты ойларың бар болар, иә? Жаңағыдай тактика жағынан болсын, жаңағыдай подготовка жағынан. Енді өзімнің әдісіне саламын ғой, сол өзім бұрынғы келе жатқан әдісімен істеймін деген ойдамын негізі. Мен өзімде тоже разно стороны боецім ғой, қол, аяқ жұмыс істейді, күрес, бәрі универсальный болады деген ойдамын бәрі. Осы кімден естідім мен? Қайрат Ахметовтан. Қайрат Ахметов екеуің Америкада бірге сбор өткіздіңдер. Лос-Анджелес жақта ма, или қайда? Сол Калифорнияда, иә? Колорадо. Колорадода. Денвер қаласында. Сол кезде сен туралы пікір айтқан кезде сұхбатта Азаттың потенциалы өте жоғары деді. Енді күші де мықты жаңағыдай. Бірақ бір ғана кемшілік тұсында атап өтті. Білетін боларсың,
кішкене не жетіспейді деп. Қалай айтты сол кезде? Жалқаулық бар деді. Соған негізі келісесің бе? Келісемін негізі. Сәл содан ақау бола ма негізі, или қалай? Иә, ол жалқаулық айтып кетті, иә, негізі ондай бар деп примерно. Қайрат Ахметов айтты. Бұдан бөлек Даниш Дүнгенбаевтың да сұхбаттарының бірінде соны естіп едім. Мысалы, Азат UFC-дің чемпион болатын потенциалы бар. Мен оған әрдайым соны айтам. Бірақ әлде сәл сенім жетіспей ма, кішкене дисциплина жағынан ақаулар бар деп. Иә, айтып кетті ол кісі, топта жүретін бе істеп негізі. Енді мен өзім былай істедім ғой негізі. Топ тимда жаңа Хайрөгөчімен, Пантожамен де тұрдым біраз спаррингтарда. Наоборот, Хайрөгөчі шақырып алатын, спаррингке тұрайық деп ше. Мен оған келем, ол мен соперніме келеді. Сол екеуміз аптасына 1 рет, 2 рет істеп тұратынбыз. Келмегенбіз. Пантожамен істедік. Енді айтқанда үйренемін олай. Кем емес олардан айтқанда ше. Артық кем болмаса артық болмайды. Сол енді білмеймін, енді жаңа Қайрат ағаларымыз, Даниш ағай енді біледі енді, ол кісілер көрген, көз жеткен. Енді бір жағынан ондай бар деп ойлаймын тоже өзімде ше кішкене. Сол по-моему жалқаулық ше кішкене. Бірақ дегенмен бір үлкен мәселе де емес шығар өзіңе. Иә. Жұмыс істеуге болатын аспектілер ғой. Кемшіліксіз енді адам болмайды ғой. Біреудің мысалы там стойка жағынан ақаулар бар, біреуде күрестен ақаулар бар, біреуде чувство грэпплинга деген сияқты, біреуде дисциплина. Енді былай қарасаң тізім үлкен ғой. Дегенмен стойкаң жақсы өзіңде, күресің жақсы. Грэпплингтан бірақ негізі ММА-ға прям грэпплинг керек емес қой. ММА-ға позиционная борьба керек қой. Защита жасап алсаң болды қарғамыңда. Болевой жасағанша лучше үстінде болғанда граунд энд паундда удар жасаған артығырақ қой. Не дегенмен аяққа болевой іздеген ше. Стойкада ондай қатты көп керек емес негізі бізде ше. В основном күрес қой сол. Күрес рөлі ойнайды 70%, 60% же күрес ойнайды. Жаңағыдай UFC-дегі соңғы жекпе-жегіне оралсақ, Мич Рапосомен жекпе-жекте өзің фаворит болдың. Бірақ жекпе-жек барысында 3-ші раундта сетканы қолмен ұстағаның үшін судья бірден жекпе-жекті тоқтатып, өзіңнен бір балл алып қойды. Сол кезде қандай сезімде болдың? Енді ол жерде қиын сәт болды кішкене. Мен ойладым негізі бір балл алып тастамайтын шығар, бір ескерту болады шығар деп ше. Бәрі ойлады. Негізі солай әдейі ұстаған жоқпын негізі бір жағынан ше. Енді солай болып тұр екен негізі. Солай болды. Сол не көбінесе ойнап кетті деп ойлаймын сол 3-ші раундта сол жаңағы ше. -1 балл алып тастаған, соң көп асына ойнап кетті деп ойлаймын. Уже 2 раунд ұтқандай болып тұр ғой. Сенен бір алса, оған уже 10-8 береді деген сөз ғой. Сен бірінші 2 раунд саған бергеннің өзінде тең болып қалады есеп. Салмақ бар, салмақ болды. Ал сол жекпе-жек аяқталған соң жаңағыдай бір депрессияға, күйзеліске түстің бе? Жоқ, ондай қатты түскен жоқпын, ондай депрессия, күйзеліс енді. Енді ұтылғаннан кейін енді болады ғой енді, по-любому. Енді адамда ұтылғаннан кейін сондай бір не болады, бір сезім болады, бір өкініш сияқты сезім болады. Енді уақыт өте ол бір басылады да ол. Сондай. Ал бірінші жеңіліс болған кезде жаңағыдай нолик жоғалту дейді ғой. Сол сәтте күйзеліс, жаңағыдай стресс, депрессия, жаңағыдай сондай бір мұңайлы ойлар сәт болды ма өзінде? Иә, ол сол әркімде болады деген ойдамын негізі. Именно сол ұтылғаннан кейін сол біраз бір сағат емес бір күнде ма бір өзіме бір ондай дұрыс келе алмай жүрдім де өзімше. Настроением болмай, ештеңеге аппетит болмай. Ондай күйзеліс болды енді. Сол жақын адамдардың сол арқасынан, поддержкасынан сол жақсы кішкене өзіме келіп, сондай настрой беріп, сондай. Бірақ бір күн болса жақсы ғой. Мысалы, Армат Арманұлы деген қазақстандық боксшы бар, жақсы жарқын өнер көрсетіп жүрген. Бұл алғашқы кәсіпқой жекпе-жегінде жеңіліске ұшыраған.
сол кезде жеңіліп кәдімгідей мұнайып, бір ай үйден шықпай, жаңағыдай кәдімгідей болды, осымен тоқтайын ба, осымен боксты аяқтайын ба деген сияқты ойда жүрдім дейді. Сөйтіп сол депрессияны ұту үшін тек жай тренировка жасап бастадым. Көбірек тренировка жасап, ешкімге хабарласпай жүрдім дейді. И бір кезде Ирфин промоушнстан хабарласты, жекпе-жекке шығасың ба деп. Ол кезде мен ешқандай условия сұрамай бірден жекпе-жекті қабылдадым дейді. Кәдімгі қатты қуандым дейді. Дегенмен содан кейін 6 жекпе-жекте жеңіске жетіп, қазір әлем бойынша топ 50-ге кірді. Мысалы, сондай сәттер. Әркімде әрқалай ғой. Деген депрессия. Тағы бір жекпе-жегімді еске алғым келіп тұр. Брейв лигасында, қателеспесем, француз Майк Альджароучпен жекпе-жекке шықтың. Сол кезде өзің бір рет нокдаунға түстің, 2 рет өзін нокдаунға жіберіп соперникті, сол жекпе-жекті нокаутпен аяқтап жеңіске жеттің. Соны сен секунданттарыңнан ба или тренердан ба бір естігенім бар. Бұл қаншалықты рас, өзіңнен анықтап алайын деп едім. Өзің сені нокдаунға жіберді ғой Майк. Сол нокдауннан бастап не болғанын только на автомате жекпе-жек өткізіп, не болатқанын өзім білмедім деп айтқан сияқты едің да. Сондай болды ма? Қалай болды сол сәт? Сол нокдауннан кейін мен өзім уже білмеймін қалай төбелес шыққанымды. Жаңағыдай режим ғой, автоматический режим қойылғанда. Яғынан өзім құлатам да, отам да, и ары қарай не болып жатқанын білмеймін ғой. Шыққаннан кейін интервью алып жатыр менен, мен не деп жатқанын білмеймін, шынымды айтсам ше. Сондай ма? Иә, сондай, короче. Примерно есімде да, бір қарап сөйлеп жатқандары есімде, там жаңағыдай білмеймін, бір ұйықтап жатқан сияқты ма, сондай ощущение болды да. Бір андай бір ощущение, бір неге барамсың, не жаңағы ойдан кейін жаңағы тексеретін жер бар, медицинский. Сол жерден өттім, осмотр өттім. И біраздан кейін сол уже ақырындап уже келе бастады да. Сол жаңағы өткізіп қойғаннан кейін ше. Сол. И жаңағы қараймын, Нұрадина қасымда жүр ол кезде, тоже секундант болып, тоже интервью берген кезде тоже қасымда, сон бірдеңке деп жатырсың. Ол кісі алып кетті одан кейін ше, одан кейін мен уже басқа нәрсе айтып жатырмын да, уже мен уже қуып кеткен ғой уже. Осыны түсінді да, сосын ладно, ол кішкене андай потом береміз деген сияқты, мен қолымды алып кетті жары қарай. Қалай отқанды есінде жоқ болды ма сол кезде? Ол кезде ма? Иә. Өзі есімде жоқ. Вообще есінде болмады. Почтальон кигізген бірақ есімде бірақ. Тық. Бірақ ненің арқасы деп ойлайсың? Мысалы сол кезде кәдімгідей енді нокаут болатындай жағдай болған екен ғой құлағанда. Бірден тұрып өзің атакаға кірісіп кеттің ғой сол кезде. Иә. Өзім бір құладым, тоже нокдаунға түсіп қалдым. Сол неге түсіп қалдым ғой, мен де почтальонға түсіп қалдым. Сразу алдында қайттан өзімен автомате күресіп кеттім, сразу проходқа кіріп, и соң қайттан стойкада болды. Бір стойкада рубец еттім. И уже мен сезім ананшы уже қолым тиіп жатыр екен да уже. Уже қазір тиеді дедім да плотно. Сол кезде жіберген почтальон, сол кезде нормально. Негіз бірақ ең сол кезде андай ауыр жекпе-жек болды сол ше. Еще бірінші рет шығып жатырмын ғой за граница, ондай жекпе-жек көрмегенмін ғой, соперник көрмегенмін. Анау еще менен 2 есе физикасы көрініп тұр да, сыртқа шығып тұр да. 61-ден келген бала. Иә. Бәрі анау ойлаған ғой. Промежуткада өтті емес пе ол жекпе-жек, иә? Жоқ. 57-ге болып сады, иә. 57 и қалай қолап салған ананы кәдімгідей өзім шокемін ғой. Спокойно келіп тұр, тері денесі бәрі. И көрген адамдар бәрі тоже сомнение жасайды, анаған қарап ше, маған ше. Сенбейді ғой. Енді тоже екеуің бір салмақтасыңдар ма деп. Француз, сол кішкене что андай за граница бірінші жек болып болғаннан кейін кішкене ауырлау болды сол жекпе-жек ше. Қиын жекпе-жектердің бірі болды. Бірақ біраз жол ашты деп ойлаймын, сол себепкер болды сол брейфте. Кәдімгідей өзіңнің де деңгейіңді көтеріп тастады. Және де сол жекпе-жектен кейін өзіңнің жаңағыдай соққыларына, ударкаға бөлек сенім артып кеткен боларсың. Себебі көбіне енді күреске ставка жасайсың ғой. Бірақ сондай нокауттан кейін жаңағыдай, значит, нокаутқа жіберетіндей ударым бар деген сияқты бір сондай бір сенім келген болар. Иә, ондай келді сол ағайлар. Тренерский жағынан да тоже таң қалып негіз. Ол борец едің ғой дейді да маған ше. Қалай стойкада жүрсің деп. Ол кезде мен тоже неде стойка жағынан жақсы дайындалып жүргенмін ол кезде ше. Көңіл бөліп, как положено, боксерский тренерім болды ол кезде.
сол тоже мен өзім неде тұрамын, Қарасай ауданында тұрамын ғой. Иә. Қаскелеңге баратын көбінесе ше. Карантин болды ше, сол кезде карантинда барып жүрдім мен тренировкаға. Иә, карантин уақыты еді айтпақшы. Дәулетбай деген тоже өзіміздің қол қойып жүрген тоже. Сол кісі қойды ғой, былай айтқан кезде ше, мен базам ше. Иә, именно ударканы. Иә, өз боксер, молодежка, қазір старший тренер тоже Түркістан. Ал қазір қай жерде жаттығу жасап жүрсіңдер? Мен енді соңғы жаңалықтарға сүйенсек, Дәнеш ағайдың залы жабылыпты, Триумф Файтс Абай правда жақта еді ғой. Иә. Сол зал жабылып, жаңа локацияға уже көшіп кеттіңдер ма, или әлде жоқ па? Қазір көштік, біз ол жақта уже тренировка жасап жатырмыз, бір апта көлемінде асып кетті уже. Жаңа локация сол Асыл Қарасай ауданында ғой. Асыл Арман артында Намат Скул деген мектеп бар, частный мектеп, соның подвалында. Енді условиясы жақсы, енді алдындағында біздің залдан қарағанда бізде тар болатын бұрынғы зал ше, кішкене сиспайтын залы, кішкене кеңдеу, условиясы бәрі жақсы, грушасы бар, душы бар, сыртында несі бар, полясы бар, как положено, бұйыртса жазда футбол ойнауға болады. Жақсы. Условиясы жақсы, иә. Бізге еще жақында бір жақсы Қарасайда болғаннан кейін бізге үй жаққа и көп поездтерге үйіне жақын сол ше. Көп поездтер сол жақта тұрады. Көбілер как раз сол жақта тұрасыңдар ғой. Иә, көп сол жақын тұрады. Бізге қолайлы болып тұр ғой, бірақ қаладан келетіндерге сәл қиындау кішкене. Қаладан келетіндер бұл жаңағыдай проф группа емес шығар. Проф группа емес, енді проф группада бар, бірақ аз бала да. Шет жақта тұратын неден Бесағаш, келетін балалар бар тоже, бірақ олар кішкене қиындау болып тұр. Сол жаңалық бірінші тараған кезде қателеспесем 1-2 блогер кәдімгідей видео жазып соған қатысты осындай жаңағыдай енді қазақ елінің батырларын, көк туымызды шетелде желбіретіп жүрген жігіттер қазір сондай тренеріміз залсыз қалып қойғаны бұл кәдімгідей өкінішті жағдай ғой. Неге жаңағыдай ағайларымыз, ақшалы қалталы ағаларымыз бір қолдау жасап, бір сондай бір зал бөлмеске тренировка жасағанға деп сондай бір видеоларды мен көрдім, жаңалыққа шығарды. Содан кейін жағдай қалай өзгерді? Сол мысалы қазіргі залды біреу қолдап сол точканы алып берді ме, әлде өздерінің жаңағыдай ағаймен өз күштерімен сол точканы алып қазір әрекет жасап жатырсыңдар ма? Иә, ағайға ұсыныс тастады, сосын осындай мектептен деп. Сосын ағай сразу келісті. Жаңағы несін көрді бірінші. Мектептің адамдары өздері хабарласты ма? Иә, сол кісілер өзінің таныстары хабарласып, сондай ұсыныс білдірді. Ағай сразу келісті. Біз бәріміз соған сразу автоматически бәріміз залды босатып, сол жаққа көшіріп, полный ремонт жасадық өзіміз, балалармен ковер төсеп, жаңағы жасайтын жасап, ілетінін іліп, полный жасадық өзіміздің күшімізбен. Енді блогерлер түсірді, ол жағында көрдік, инстаграмнан біраз шу болып кетті тоже. Тренфайт зал жабылайын деп жатыр, осындай қайда барасыңдар енді деп далада алып қалатын адамдар. Сол кезде ағай бір айтып қалған сияқты, Ұзынағашқа барамыз деп па, иә? Ұзынағашқа, жоқ, Ұзынағаш. Ондай план болған жоқ. Ондай болған жоқ, қате болды Ұзынағашқа. Енді білмеймін, енді бір жағынан дұрыс болған шығар, Асыл Арман жақта ашылғаннан ше. Көреміз, алда көре жатамыз, қалай болады, қалай өзгереді, обстоятельства бұйыртса. Жақында бізде сбор болады, осы неде. Ағай кішігірім сбор жасап жатыр, негізі өзімізге, балаларға, профбаларға, таусамалға. Соқта Бекзат, Абай, таусамалы. Тима, Серік бәрі бұйыртса. Бір 10 шақты ола болып барамыз. Осыған дейін барған сияқты едіңдер ғой да? Шаптаға. Біз ол кезде сол сбор ма? Ақбұлаққа Ақбұлаққа бардыңдар, и осы таусамалы жақта сияқты тоже бір коттеджный бір городок сияқты. Ішінде полялар, залы бар деген сияқты. Өзбекстаннан 1-2 боец қатысты сол кезде. Сол локация ма, басқа жер ма? Сол локация. Ол жақта еще вольниктар да келіп дайындалады. Дамир Толенов, Дамир бар, сол кезде как раз Бекзат, өзің. Мен ол кезде болмадым ғой, таусамалда. Болмадым ба? Бірінші рет бара жатырмын мен таусамалда. Вольниктар көп шығады негізі сол жаққа таусамалға ше. Бұйыртса сондай жақсы сбор болайын деп отыр Алласы. Осындай бір сұрақ қойсам, бұл уже кішкене енді спорттан сәл тыс. Енді өзімнің естуім бойынша деп айтайын. Енді әр спортсменнің, үлкен тұлғалардың тағдырлары әртүрлі ғой. Енді Азатты айтқан кезде
нақты осындай адам айтты деп айтпай ақ қояйын, жалпы. Бірақ Азат сондай тағдыры оңай болған жоқ дейді. Мысалы бала кезден осы күнге келу кәдімгідей үлкен мотивационный фильм түсіруге лайықты бұның историясы деп айтқандарын естідім. Соны өзіңнің аузыңнан естігім келіп тұр. Жаңағыдай қай жерде туып өстің, қай жерден жаңағыдай қалай спортқа келдің, қанша ағайындысыңдар деген сияқты. Кімнен естіп жүрсің ондайлар деген. Енді спортқа келгеннен кейін енді ол спорт оңай емес, өзінде білесің. Әрине. Екінің бірі ете бермейді. Қиыншылық қой, былай айтқан кезде көбінесе сол қиыншылықтан шыққан балаларымыз ғой негізі. Спортта жүрген балалардың жетіскеннен төлес жүрген жоқ қой, мысалы көбісі. Қиыншылық содан болады көбінесе. Енді өзім сол кішкентай кезімде осы Балқаш аудан Бақанас деген жерде туылып өскенмін өзім. Бақанас, иә? Бақанастан, иә. Содан кішкентай кезімде. Алматы облысы, иә? Иә, осы Алматы облысы. Кішкентай кезімде сонымен көшіп келдік осы қалаға. Қалада тұрып, сосын кішкентай кезімізде. Сосын кейін Қарасай ауданына көштік. Қарасай ауданында қазір тұрып жатырмын ана момент. Енді сол кішкентай кезімде сол мал бағып сөйтіп өстік қой біз өзімізше. Мал бағып бір жағынан тренировкаға бәріне үлгеру керек болды. енді сонда өзімде бір кішігірім мотивация болды бір жағынан. Спорттан бір нәтижеге жетсем екен, бір биік белестерді бағындырсам екен деген сондай жүректе сондай не болды, арман болды кішігірім. Енді соған енді барынша күш жігерім салып еңбектеніп, енді ол кезде күреске қатысып жүретінмін мен кішкентай кезімде. Күреске барып жүретінмін, и қосымша еркін күрес пе? Еркін күреске, иә, ол кезде тоже. Содан кейін Дәнеш ағай жалғасты бізден, Райымбектен ше. Абай поселок бар, сол жерде дом культуры бар. Дәнеш ағай ең бірінші рет сол кезде сол кісімен танысқаным бар. Сол Райымбек ауылында ма? Иә, иә. Күрестен кейін сразу ол кісіге бардым да. Сол кісімен таныстым, осындай есім Азат болады, чемпион боласың ба деп қояды. Боламай деп қоямыз. Неше дейді сол кезде? Ол кезде 17 дейміз ғой, 17-18 деген өзі профайль бастамағанбыз. Иә. Сол кісіге келіп, сол ағайдың сол қол астында даттығып, Қаскелеңде кішігірім жарыстар болатын бізде. Ол кезде бұрынғы атауы J Club деген тоже клуб болатын бұрын. Сол клубтың ішіне сетка метка қойып, сол жерде төлескеніміз бар енді. 3-4 бой жасап, ол кезде тегін төлесетінбіз ғой. Октагонда да басында 1-2 бой тегін жасап, сөйтіп ақырындап өзіміздің дәрежеміз көтеріп, бірінші атқа дейді ғой. Бірінші атқа өзіміздің ат жасап алу керек. Ат сені танымайды, ешкім танымайды, барып осындай алдында ашып тұрсам тоже қабылдамайды, конечно. Ол кезде соперник таңдаған жоқпын. Давайте любойны әкеп беріңдер. Орамын ол кезде. Енді былай айтқан кезде желание, мотивация бешеный болды. Мен соның арқасында деп ойлаймын негізі. Сол кішкене қиыншылықтың арқасында деп ойлаймын бір жағынан. Енді ондай біздің арқамыз ондай тіреп тұрған әкеміз, ондай ешкім болмады былай айтқан кезде ше. Сол бәріміз өзіміздің күшімізбен бұйыртса ұруға. Солай да. Әзірге де сол тоқтап қалған жоқпыз. Бұйыртса шығамыз әлі негізі. Үміт бар негізі әлі бұйыртса жарамыз деген. Енді қазір бәрі ойлайды ғой қазір. Контракт бітті, UFC-ден кетті. Уже нелерде уже көбісі уже секіріп жатыр да, мысалы. Алдында рекламировать жүрген. Рекламодательдердің өздері кетіп жатыр. Контракт біткеннен кейін уже Азат бітті, осындай деген сияқты. Көбісі уже маскалар айтқан кезде уже шешіледі, иә. Қанша адамдарда болды мысалы ше, қасында жүреді. В общем, на коне дейді ғой, на коне осындай қасында жүреді. А потом уже қалай нең түседі, дәрежең түседі. Солай ғой, өмір сондай ғой. Енді бұйыртса оған тоқтамаймыз. Дәлелдегім келеді әлі. Осындай. То, что еще не все. Иә, әлі. Әлі біткен жоқ, әлі бұйыртса. Жарам деген ойдамын әлі. Алда ғой әлі бұйыртса. Аллах денсаулық берсе, бұйыртса әлі біраз жерге шығуға дайынмын негізі. Алла бұйырсын. Сондай сәттер келсін. Оған қоса UFC-мен контракт бітті. Азат Мақсым үйленді. Одан кейін
жаңағыдай жекпе жекке шығу уже желаниясы болмай қалатын шығар деп те ойлаған шығар көбі. Иә, сондай. Енді құтты болсын, осы жақында ғана ғой үйлену тойы болған. Иә, жақында бір күзде болды ғой. Үйленген соң бұрынғыдай талпыныс бар ма жаңағыдай тренировкаға? Көп историяларда, именно спортсмендердің историяларында үйленген соң өте бастапқы жылдар өте ұзақ пауза алады карьераларына, себебі енді қосымша жауапкершілік қосылады, қосымша жаңағыдай өзінің енді қиындықтары бар ғой, не дегенмен үйленген кезде. Ондай сол болады деген ойдамын негізі. Әркім басында үйленгеннен кейін сондай жауапкершілік болады деген ойдамын. Енді өзің үшін емес, қосымша семьяң үшін уже әрекет етесің, жұмыс істейсің. Сол әрекет еткеніңе береді ғой. Ал қазіргі мақсат арманың 5 жыл бұрынғы Азаттың мақсат арманы өзгерген жоқ па? Жоқ, қатты өзгермейді деп айтсам да болады. Бұл кезде тоже армандадық па UFC-ге шықсам екен. UFC-ге шығу немесе UFC чемпионы болу ма арман мақсат? Сол UFC-ге шығып чемпион болу, белдікті алу деген арман болды. Енді кішкене жағын енді жеттім деп ойлаймын мен негізі. Онда прям қатты жеткен жоқпын, бірақ кішкене сол жақындадым, арманына жақындадым. Бұйыртса бұл мен тоқтап қалмау керек, әлі әрекет жасау керек. Бұйыртса денсаулық бар кезде қанша шалуатымыз әлі. Өзің енді білуім бойынша хоббиларың бірі ол енді атқа міну ғой. Соған қоса атқа міну көкпар ойнағанды көрдік, бірақ UFC-ге дейінгі уақытта, көкпар жоқ, көп ойнамаймын. Бірақ вообще ойнамадың, арасында ойнаймын, енді өзіміздің арамызда балалармен серке тартатынымыз бар енді. Бірақ ондай үлкен додаларға қатысып ондай жоқ. Бірақ ат шабам, жақсы шабам. Өзім кішкентай кезімде сондай асау үйреткем. Асау үйретіп сөйлескен баламыз ғой. Ауылдан баламыз ғой. Атқа мініп, аттың құлағында ойнап сөйтіп. Қазіргі хоббилар сол ма? Қазір сол көп қой айтқан кезде. Таумен байланысты ғой. Өзіміз тау адам болғаннан кейін. Тау етегіндегі ауыл болып тұр ма сонда? Жоқ. Не ғой? Ондай тау жоқ, ондай аса қатты. Мен қазір тұрып жатқан жерім сол таудың етегі да. Сол тауға тарта береді, тау адам болғаннан кейін ба. Мотоцикл айдап кетеміз тауға көбінесе. Мотоциклға қызығушылығым бар. Охотаға, сондай кішігірім шаңғыға. Айта бергенде кете береді, в общем, хоббилар себет. Қызығушылар көп, бірақ ондай арасында басынан демалыс кезінде сондай шығып тұрасың да. Футболға қызығам өзім. Футбол аптасына, жігітке негізі жете өнері аз дейді ғой. ММА болмаса өзің қандай салаға арнайтын едің? ММА болмағанда ма? Білмедім негізі. Сол қазір өзім күрес жүрмін да, бұйыртса сол еркін күрестен шығып көрсем ба деген ойдамын. Қазір алдыда жарыстар болады. Кәдімгідей еркін күрестің палуандарымен бірге ма, әлде хайп реалити, хайп файтинг сияқты лигалар ұйымдастырады ғой? Рестлингтан раф дегендер, ММА байестермен спортсмендердің арасындағы олай да болады негізі. Бізде Wrestling Stars деген бағдарлама бар, мероприятие. Ақтөбеде, Астанада өткізді турнирлар. Әрине, ондай хайп сондай жағынан шақырса, жаңа күресуге болады, күрес бере аламын. Любоймен. Енді одан да бөлек, осы өзімізде еркін күрестен кәдімгі жарыстар болады, бұйырса алдыда ше. Мастерской, андай, соларға күрес көрсем ба деген өзім ойдамын негізі. Негізі еркін күресте қандай дәрежеге жеттің? Еркін күрестен ондай. КМС бар ма? КМС, разряд бар ғой. Разряд? Бірақ ондай мастерский ондай ойындамағам. Өзіміздің кішігірім кезде сондай облыс сондай өтшірген балам ғой. Облыс, город өттім. Қазақстанда ол кезде білмеймін, қиын болды ол кезде ше. Өсе ақырындап түсіне бастадық, жай келе бастадық. Енді түсініп отырық даже күресті. Еркін күрес да? А если спорт болмаса ше? Спорт болмаса? Спорт болмаса білім жағынан кетем ба? Қай сала қызық өзіне?
кіреміз енді әскери жағынан шығар. Әскери жақ. Әскери кезім қызық былай өзімше профессия ретінде. Мал көбейту деген ата қазақ кәсібі дейді ғой, мал көбейту. Ондай ма? Ондай жоқ па вообще? Мен ойлаған ғой енді ауылда өскен соң жаңағыдай малдарды дұрыс танығандықтан жаңағыдай ат мініп мал көбейту де. Ол да болады негізі, бірақ ол үшін жүру керексің да. Артынан адам керек, қарау керексің. Өзің қарамасаң да тоже болмайды да, ол басқа адам қарағанмен ол өзің қараған кәдімгідей айырмашылық бар да ол ше. Өзің енді біраз балдарды танисың ғой, жақсы жасап жүрген ММА боецтерді Қазақстанда. Өзінен бәлкім біреулер бірге жасады, бәлкім біреулерді былай сырттай танисың. UFC-ге жаңа өтіп, жарқын өнер көрсете алатын потенциалы өте жоғары деп кімді атап өте аласың Қазақстанда? Қазақстанда ма? Өзіміздің клуб болсын, басқа клуб болсын дейсің ғой? Жалпы. Енді былай шектеу қоюға болмайды негізі. Любой адамның возможности бар ғой шығуға. UFC енді өзіміз сияқты адамдар ол жақта тоже екі қолы бар, екі аяғы бар. Андай сверхъестественный ондай ешкім жоқ ол жақта, супермендердің сияқты. Көп негізі андай дарынды балалар көп бізде. Дарынды балалар. Оған қоса жаңағыдай результат көрсетіп, жаңағыдай тренировкада да байқалады ғой. Тренировкада болсын, жекпе-жектерінде болсын, біреулер местный лигаларда шығып жүр деген сияқты. Хотя бы 3 боецті атап өте аласың ба? Қазақстаннан. Басқалар енді ренжімей қойсын, біреудің аты осы үштікке кірмесе. Қазір айтсам ренжіп қалмаймын екен деп па? Өзім залымнан айтатын шығармын, өзім залымнан айтсам. Залында кім бар мысалы, әлі UFC-ге өтпеген? Әлі өтпеген ба? Бірақ өтсе жаңағыдай топ жаратындай потенциалы бар. Қазір данный момент сүндет жақсы келе жатыр. Сүндет Айтқұл? Сүндет бұйыртса сондай потенциалы жоғары. Абай Жалал тоже жақсы. Абай Жалал, Дамир бар, Дамир Төнен тоже жақсы бұйыртса осы. Жақында Арменияда төбелеседі қырғыз жігітпен. Үшеуінен де даталар бар сияқты. Абайдың да датасы. Ол да майға берді ғой маған. Майға берді ма? Дайындалып отыр. Сүндет бүгін шығатын сияқты ғой жекпе-жекке да, UI Warriors'та. Дагестанский боецпен. Сүндет Салауат та жақсы, Салауат та тоже біздің залдан ғой. Салауат Қаби? Қаби Салауат. Ол да жақсы потенциалы жақсы бала. Бұл любительдерді бір апкаткадан өткен, чемпионат мираларға қатысы. Просто қазір данный момент көзге көрінбей жүр да. Аты болмағаннан кейін, бірақ потенциалы жақсы бала. Бір жерден шығады ол, тесіп қала қалса. Енді мынандай опрос жасасақ, мен былай сұрақтар қоямын. Мысалы, ең мықты ударник. Қазақстандық боецтердің ішінен біреуін атау керек боласың. Ең мықты стойка, мысалы, ең мықты грэплинг, ең мықты медийка, ең мықты IQ, бойцовская, және де универсал сонда. Ең мықты ударка. Ең мықты ударка? Жұман деп ойлаймын негізі. Жұмабеков ағамызбен бұрында көп таяқ жегенбіз ол кісіден, спарринг істеген кезде, альфада жүрген кезде. Сол есте алған вопростар же. Түсіндім. Ең мықты күрес. Оның ішінде грэплингта жаңағыдай позиционный борьба ғой. ММА-дағы ең мықты күрес. ММА-дағы ма? Бақтықты айтса бола ма? Кімді? Азамат Бақтықты айтса бола ма? Азамат Бақтықты айтса болады, Ол жақсы тоже. Азамат Бақтытов, Сосын жаңағы Абай Жалал да күрес жақсы негізі. Күресі? Универсал тоже, универсал бола ғой. Түсіндім. Ең мықты медик? Ең мықты медик, данный момент кімде ғой? Тоқтарда ғой? Еркебұланда ғой? Еркебұлан Тоқтар? Түсіндім. Ең мықты бойцовская IQ? Бойцовская IQ ма? Бойцовская IQ кімді айтсам болады? Так. Негізі кім бар? Еркін күште. Бағдат Жұбаныш деген IQ жақсы өседі. Сосын өзімізде профессор IQ жақсы. Бірге Бағдатпен жасап көрдіңдер ме? Тренировка көріп? Арасында біздің залға келіп тұрады. Алматыда жүрген кезде. Өзі талай шақырады өзінің залына. Келсеңіз барға өзге деп. Ең мықты физикалық күш.
өз салмағына. Өз салмағына? Иә. Өз салмақ дәрежесі үшін кімнің физикалық күші ең көп? Так. Физикалық тұрғыда. Так. Кімді айтсам болады дегенсіз ма? Өзімді айтуға бола ма? Болады. Көп негізі балалар. Физикалық тұрғыдағы балалар. Бағдос Олжабай. Бағдос бар. Физикалық күші кәдімгідей көп өз салмағына. Енді универсал. Медигасы да бар, стойкасы да жақсы, күресі де жақсы, бойцовский IQ да жақсы, физикалық күші де жақсы. Универсал ретінде кімді атап өте аласың? Универсал ретінде мен тек қана өзімнің не жағымен ғана шектеліп отырмын ғой негізі. Сыртқа шықпаппын ғой мен ше. Негізі көп екен ғой негізі. Шахзат Рахматовтарды айтса болады, Қуат Хамитов, Қайрат Ахметовтерді айтса болады, мысалы ше. Тоже универсал ғой. Сол үшеуін примерно. Сол үшеуі, иә. Қайрат Ахметов, Қуат Хамитов және Шавкат Рахманов. Енді блиц опрос жасап жіберсек, мен мысалы сұраймын, Мерседес или BMW деген сияқты. Біреуін ғана таңдау керексің. Ақша әлде атақ? Екеуі де бар. Біреу ғана болса? Біреу ғана болса ма? Атақ деп ойлаймын негізі. Атақ, иә? Иә, атақ келсе ақша да алады. Атақ болашақта ақша келе алады деген сияқты, иә? Финиш немесе уверенная победа по очкам? Финиш деген уже за сабмишн да? Сабмишн болсын, нокаут болсын, типа уақытынан бұрынғы, мерзімнен бұрынғы жеңіс. Мерзімнен бұрын жеңіс. Сол, иә? BMW әлде Мерседес? Мерседес. Өзің таңдауың, иә? Енді тренер әлде интуиция? Жекпе-жек кезінде? Иә. Тренер шығар. Тренер подсказкалары көбірек пайда береді. Борьба әлде ударка? Борьба, иә. Енді мынандай. Тоже блиц сияқты, бірақ өзінің ойыңды айтасың. Сенің қабілеттерің ішіндегі жаңағыдай ең недооцененный қабілетің қандай? Өзімнің қабілетім ішіндегі? Недооцененный қандай қабілет бар? Адамдар әлі оны дұрыс недооценивать етіп жатыр деп айтуға келетіндей. Стойка, күрес, IQ, может тағы бірдеңке. Қабілет. Сол жаңа не шығар? Стойка деуге бола ма негізі? Стойка деп. Жоқ, қайта айта алмаймын сол. Универсал шығар, походу. Өзім білем өзімше қай-қайдың шабатымда, егер жақсы тренинг жасасам егер ше. Өзім білем да қай-қайдың шабатымда. Сол самый. В общем, я недооцененный деп айтсам болады ғой негізі. Сенің енді келесі армандағы жекпе-жек қандай? Келесі армандағы жекпе-жек енді үлкен жекпе-жектердің бірі деп ойлаймын тоже. Кімге қарсы? Жақсы промоушнда, үлкен промоушнда жақсы. Андай бұрыннан ойлап, мысалы, бәлкім бұл байцтер уже жоқ ма? Шоуник деген сияқтылар бар ғой. Мысалы, бұрын өзін армандап жүрген бір қарсыласың бар ма? Осы мен бір октагонда өнер көрсетсем деген. Бір неде ма? Промоушнда, бір организацияда айтса ғой, бір салмақта, иә. Кімді айтса болады? Мышоновты айтса болады. Мышонов, иә? Иә, Мышоновты. Енді өзің жастарға бір, өзіңнің атынан бір кеңесіңді берсең, мысалы, қандай жастарға болсын, мысалы, қазір карьерасын бастаған байцтерге өзің қандай кеңес? Бір өзіңнің атынан бір кеңес берсең. Мысалы, немесе оларға, немесе мысалы 10 жыл бұрынғы Азатқа. Иә, сол ең бастысы дұрыс жолға айтқан кезде қаншама қиыншылықтар, ауыртпашылықтар кездеседі. Соның бәріне төзу керек. Ата-анаңды ойлау керек. Ертең ой мен осындаймын, мықтымын деп өзің күшіңді сыртқа шығармау керексің. Ол же естественно, ол спортсмен болғаннан кейін ол көп сыртта көрсете бермейді өзін. Ол андай ғой,
бірге биікке жүрген балалар ондай жолға вообще түспеу керек, ол ондайларға еліктемеу керек, ермеу керек деп ойлаймын өзім. Сол жаңағы азартный ондай ойындар, жаңағы ішімдік жақындамаған дұрыс деп ойлаймын. Енді дұрыс болғың келсе, енді өзің болашағың үшін ғой. Көбісі қызығатын шығар, мысалы қасындағы адамдар ет жүргеннен кейін қызығатын шығар. Енді оларға еліктемеу керек, өзінің нең бар, жолың бар, сол өзіңнің жолыңмен жүрген дұрыс деген ойдамын. Енді қандай салада болсын, енді сен осындай мықты спортсмен болып кетпесең де, чемпион болып кетпесең де, өзіңнің жолың болады, ол өзің білесің қай жерге направление, қай жерге бару керек екенін, қай жерде істеу керек екенін. Өзің бір жерде болмаса екінші жерде көре беру керек, ол әр жақта ше. Әрине істесең, әрине істесең табылады да. Жақсы. Ал рас, келісем толықтай. Сол самый главный сол. Еңбек қой былай айтқан кезде. Упорный труд. Ал тарихқа қызығушылығың бар ма өзіңнің? Қызығушылығым ба? Тарих немесе әдебиетке? Кішкене. Қатты емес. Бір сұрақтардың бірі өзіміз интервьюда қоятын. Тарихтағы өзіңнің сүйікті кейіпкерің? Енді сол тарихта енді біз көбінесе сол батыр болғымыз келетін шығар, сол ше. Сол батыр, соған еліктейтініміз ғой, көбінесе осындай. Мен өзім сол жаңағы өзіме қатты өзім ететін сол жаңағы Кенесары хан деп ойлаймын. Кенесары хан. Сол кісі. 300-ін басын қосып үлкен көтеріліс жасаған хан. Соңғы ханымыз ресми. Түсіндім. Жақсы, онда Азеке, осымен біздің подкастымыз бітті. Сізге рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, сіздерге де рахмет. Бір айтқан сөзімізге келіп, қонақ болып келгеніңізге сізге сәттілік тілеймін. Алла қаласа UFC-ге өтіп, сол жерде жарқын өнер көрсетіп, Қазақстан көк туын желбіретуге тілектеспін. Ал егер UFC болмағанның өзінде, бұл шетелдегі үлкен лигалар болсын, Алла қаласа. Ол ПФЛ болса да, жаңағыдай Джейк Болдың қазір лигасы қарқынды дамуда, UI Warriors немесе Brave лигасы болса да, Ryzen болса да, әйтеуір шетелде қазақтың туын желбіретіп, бізді үлкен жеңістермен қуантуынды тілеймін. Болды, рахмет көп. Рахмет. Алла разы болсын сіздерге.